Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда қызықты аудиоларды сіздерге түсіретін боламын. Бизнеске бағыт. Қазіргі таңдағы өзекті топ 30 бизнес жоспарлар мен оларды жүзеге асырудағы алғы шарттар. Алғашқы бөлімді кәсіп бастаудағы сіздің өзіңіздің меніңізді табуға әрекет еттік. Ендігі нысанда табыстылар қатарынан сізде көріну үшін топ 30 бизнес жоспар түрлерін ұсынып отырмын. Бизнестің табыс құпиясы өте қарапайым, ол дұрыс таңдалған бағыт. Адамдар өз жеке кәсібін ашу туралы немесе шағын бизнесін кеңейту туралы көп ойланады. Бірақ бастама қаншалықты табысты болады, қандай сала танымал, өз ісін бастағысы келгендердің көбі оны бастамайды да. Оның себебі қарапайым бизнесті іске қосу үшін жасау керек жұмыстың тізімі өзінің ауқымымен еңсесі басады. Бұл бөлімде бизнес жоспарды жасауға байланысты барлық негізгі аспектілер қарастырылады. Оқысаңыздар, көптеген нәрселер қарапайым және анық болып көрінеді. Ең бастысы ерекшеліктері жайт бизнес пен тәуекел егіз ұғым секілді. Ешқандай да табысқа жетудің арнайы құпиясы жоқ, тек олар сізден ерте бастағандар екенін біле жүріңіз. Сондықтан көп ойланбай тәуекел деп өз кәсібіңізді ашыңыз. Бірінші, шаштараз ашу. Аман болса басым, өсер берер шашым деп қазақ бекер айтпайды. Расында шаш адамның негізгі көркі. Қай шаштаразға барсақ та кезек күтіп отыратынымыз жасырын емес. Ерлер әдетте 2 аптада бір рет шаштарын қысқартады. Сондықтан да шаштараз бизнесін табысты ету қиын мәселе емес. Маңыздысы барлығын дұрыс ұйымдастыру және айналдыру. Неден бастау керек? Ғимарат пен жалдамалы қызметкерлер таңдаудан бастау керек. Егер сіз өзіңіз шаштараз өнерімен айналысамын деп шешсеңіз, онда оқу курстарынан өтіп сәйкесінше сертификат алу қажет. Сіз үшін уақытша шаштаразға жұмысқа орналасу тәжірибе жинақтауға көмектесетін болады. Бұлай істесеңіз, сіз қолыңызды жаттықтырып, болашақ өзіңіздің шаштаразға келетін клиенттеріңізді осы бастан таба бастар едіңіз. Орташа деңгейлі шаштараз ашқан жөн, себебі қолжетімді бағадағы қызметке сұраныс әрдайым жоғарырақ. Негізінен шаштараздың күрделі дизайнды болуы маңызды емес. Жалдауға немесе қаланың айтулы ауданында ғимарат сатып алуға көп ақша жұмсаудың қажеті жоқ. Бастапқы кезде 2 кресло мен 2 әмбебап мамандар арналған шаштараз ашу ең жақсы таңдау болып табылады. Клиенттерге ыңғайсыздық туындатпау үшін ер кісілерге ер шаштараздың, әйел кісілерге әйел шаштараздың болуын қадағалаңыз. Ғимаратты таңдауға ерекше мән берген дұрыс. Орташа бағадағы шаштараз үшін ең жақсы автобус аялдамасын жақын орналасқан тыныш аудандағы ғимаратты жалға алу. Шаштараз жеке тұрған ғимаратта немесе тұрғын үйлерде, қоғамдық ғимараттарда орналасуы мүмкін. Пәтерде шаштараз ашуға болмайды. Тек пәтер тұрғын емес үй қорына өтіп, оның кіретін есігі бөлек болған жағдайда ғана шаштараз ашуға болады. Шаштараз тұрғын үй ғимаратының бірінші немесе цокольді қабатында ғана орналаса алады. Жертөледе шаштараз ашуға болмайды. Ескертетін жайт, шаштараз ашу үшін санитарлық эпидемиологиялық бақылаудан және өртке қарсы инспекциядан анықтама алу бойынша стандартты процедуралардан өту қажет. Қызметкерлер. Жалдамалы қызметкерлерді таңдауда олардың кәсібилігіне және психологиялық дайындығына, сондай-ақ шаштараз адамдармен әсіресе әйелдер қауымына арналған шаштараз ашатын болсаңыз, коммуникативтілігіне де мән беріңіз. Шаштараздың қызмет көрсету спектрі өте ауқымды. Бұл шаш қысқартудың, бұралаудың, сәндеудің, шашты емдеудің әртүрлілігі. Шаштараздың бизнестің аралас түрлерін ұйымдастыру үшін қолайлы орын екенін естен шығармау керек. Мысалы, онда шаш және тырнақ күтімі үшін қажетті тауарларды сатуға әбден болады. Сонымен қатар қосымша табыс табу үшін шаштараз ішіне өз кезегін күтіп отырғандарға арналған
кофе және басқа да сусындары бар сауда автоматтарын қоюға болады. Шаштаразды бәсекелестерін ерекшелейтін клиенттеріңізге жағымды ұнайтын ұсақ түйектерге де мән беріңіз. Клиенттеріңізге сапалы қызмет көрсету, жақсы, жылы, шырайлы мамандардан басқа не ұсынуға болады? Клиенттер үшін ең параметр өте маңызды қолайлылық және өзіндік қайталанбас атмосфера, яғни телефон арқылы жазылуға мүмкіндік, желдеткіш, күтіп отыруға ыңғайлы орындықтар, теледидар, жаңа журналдар, жағымды әуен, қызықты безендіру, тірі гүлдер және тағы басқа. Шаштаразға арналған құрал жабдықтар. Жабдықтарды таңдауға баға мен сапаның оптималды сәйкестігіне сүйену керек. Сізге құрал жабдықтарының ішінен мыналар қажет: құрғатқыч, шаш қысқартатын машинка, фен, айнасы бар шкаф, тумбочка, гидравликалық креслосы бар жуғыш, айна. Сондай-ақ сіз мынандай жабдықтар мен заттарды алуыңыз керек: әртүрлі формадағы тарақтар, массажды тарақ, қайшылар, шаш бояулары, сабын сулар, химиялық бұраулауға арналған заттар, бигуделер, шаш сәндеуге арналған заттар, сүлгілер және жамылғыштар. Жарнама. Маңдайша жазу өзінше жарнаманың бір түрі деуге болады. Ол қымбат болмаса да болады, бірақ міндетті түрде стильді, зейін аударарлықтай болуы керек. Жақын маңдағы үйлерге, адамдар легі көп жерлерге жарнамалық парақшалар таратуға болады. Шаштараз үшін ең жақсы жарнама көрсететін қызметтің сапасы. Екінші, фотостудия ашу. Нарықта өте табысты әрі кең етек жайған кәсіп түрі. Жыл сайын мұндай қызмет түрін көрсететін фотостудиялар көптеп ашылып жатқанымен, олардың саны тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру үшін әлі болса да жеткіліксіз. Көп жағдайда бұл қызмет түрін жеке фотографтар жүзеге асырады. Олар үйлену тойлары, басқа да мерекелік шараларда жұмыс істейді. Ал мамандандырылған арнайы студиялардың саны онша көп емес. Неден бастау керек? Фотостудия ашу үшін сізге тіркелу керек. Салық қызметінде тіркелу үлгісі жеңілдетілген режим бойынша жеке кәсіпкер боласыз. Сонымен қатар кассалық аппарат алу қажет. Аппаратты қызметті жүзеге асыру орны бойынша салық органдарында тіркеу керек. Ғимарат. Әдетте фотостудияға арнайы бір орынжайды жалға алады. Ол орынды клиенттерге ыңғайлы жерден, қала орталығынан таңдаған дұрыс. Ал егер негізгі жұмыс тез жасалатын фото, жеке куәлікке арналған фото болса, фотостудияны шағын ауданнан да ашуға болады. Құрал жабдықтар. Фотостудия үшін сізге керегі фотоаппарат, жарықтар мен оларға қажетті аксессуарлар, софтбокстар, тіреулер, фондар, компьютер, принтер және басқа да қосымша жабдықтар. Қызмет түрлері. Алдымен бизнесіңіздің мақсаты мен бағыттарын анықтап алу керек. Содан кейін қандай қызмет түрлерін көрсететініңізді нақтылау қажет, және де бәсекелестерге қарағанда ерекшеліктеріңізді ойластырыңыз. Фотоқызмет көрсету бизнесі бұл кәсіби фотопортреттер, паспортқа арналған суреттер, маңызды шаралардың түсірілімдері, портфолио үшін фото жасау, жарнамалық өнімдердің түрлі буклеттер, каталогтар жасау, тағы бір пайда табудың көзі фотоларды күнтізбелер мен ашық хаттарда шығаруға қызметі. Фотожарнамалық қызметкерлер үлкен табыс әкеледі. Жұмыс күні барысында портфолиоға арналған суреттер мен каталогтар бойынша тапсырыстарды орындап, ал кешке және демалыс күндері жұмыс орны мен құрал жабдықтарды фрилансерлерге жалға беруге де болады. Қызметкерлер. Алдымен бір фотографпен әкімші жұмыс істейтін кішігірім студия ашуға болады. Ал болашақта сіз өзіңіздің бизнесіңіздің кеңейтемін десеңіз, тағы бірнеше кәсіби фотограф, стилист пен дизайнер жалғауға да тура келеді. Өнімді өткізу үшін фотостудия үшін жарнаманың алатын орны ерекше. Ол үшін өзіңіздің жеке сайтыңызды ашып, онда жұмыс үлгілері мен қызмет түрлерін, бағаларды, координаттарыңызды енгізіп қоюыңызға болады. Ателье ашу. Қазіргі таңдағы әйелдерге арналған табысты жеті кәсіптің бірі. Ателье ашу үшін осы сала туралы аз да болса хабарыңыз болуы қажет. Себебі сізге қандай құрал жабдықтар қажет екенін білу, өндіріс көлеміне сай қанша тігінші жалдауға болатынын анықтау маңызды. Бұл қызмет
түрі өте жоғары сұранысқа ие, сондықтан бәсекелестік жоғары. Ательені ашудағы алғашқы қадам орынжайды іздеу. Тиімді нұсқасы тапсырыс қабылдау пунктін алушылар көп келетін сауда орталықтарында ұйымдастыру. Келесі қадам тігін жабдықтарын сатып алу. Тігін ательесіне арналған негізгі жабдықтар түрлі мақсатта қолданылатын тігін машиналары, араластырылып тігетін тура тігісті трикотаж материалдарына арналған тері илеуші немесе көп функционалды тігін машинасы мен кофе операциялы тігін станогы. Сонымен бірге қажетті заттар бу генераторы, орындықтар, айна, жарық құрылғылары, манекен, әкімдердің жұмыс орнына арналған үстел және тағы басқа. Келесі кезең персоналды іріктеу. Ателье үшін қажетті минималды штат, тапсырысты қабылдаушы, сәнгер, дизайн және киім жөндеу және тігу шебері. Тұрғын ауданда орналасқан ательенің жарнамасы ашық әрі көрнекі, маңдайшаны орнату және үйлердің кіреберістері мен аялдамаларында хабарландырулар жабыстыру арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Немесе сізге интернет арқылы танымал жұлдыздарға жарнама жасауға да болады. Бірақ бұл жарнаманың бағасы да сәйкесінше қымбат болады. Ательенің табысы келесі қызметтерді ұсынудан тұрады: киімді тігу, жөндеу, қайта өңдеу, дайын киімдер мен перделерді тігу, басқа да қызмет түрлері. Бұл кәсіппен үйде отырып та жұмыс жасауға болады. Тек үйіңіздің бір бұрышына тігін машинасын қойып, үйден қажетті тапсырыстар қабылдап, онлайн түрде интернеттен сатып пайда таба аласыз. Кофе киоск. Тамақ саласына қатысы бар тағы бір бизнес — кофе. Мұнда кофехана ашу міндетті емес. Мысалы, өзімен бірге алып кетуге болатын кофе қазір сұранысқа ие. Кеңседе қызмет ететіндердің көпшілігі күніне бір рет болса да кофе ішеді. Кофе нарығының статистикасы кофені өзімен бірге бизнес ретінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге сай келетін өте тиімді идея екенін дәлелдейді. Бұл бизнесті ашу үшін көп салымды қажет етпейді. Бәсекелестерді анықтау, орынжайды табу. Өз қалаңыздағы бәсекелестік деңгейін зерттеңіз. Кім сіздің негізгі бәсекелестеріңіз болып табылады? Олар қайда орналасқан? 2GIS, Яндекс сияқты сервистерді пайдаланып, Google карталар арқылы бәсекелестердің санын бағалаңыз. Және орынжайды ең тиімді орналастыруға болатын аудандарды анықтаңыз. Ең тиімді орынжайлар жаяу жүргіншілер өткелдері, қоғамдық көлік аялдамалары, саябақтар, скверлер, жағалаулар, оқу орындарының, университет, колледждердің жағындағы аймақтар, сауда орталықтары және ірі павильондар, әуежайлар, вокзалдар. Тиімділікті қалыптастыру мен артықшылықты ойлап табу. Бәсекелестердің ұсынысын қарастырыңыз. Олар қандай сусындар, қосымша тауарлар ұсынады, қандай фишкалар қолданады, өз мекемелерін қалай жарнамалайды. Құрал жабдықтар. Кофені үйрену үшін сатып алу қажет ең маңызды жабдық кофе машинасы. Көлемі 8 литрден кем болмауы керек, ал қуаты 5 киловаттқа дейін болуы тиіс. Мұны энергия тұтынуды есептеу кезінде ескеру қажет. Жаңа бастағандар тез жұмыс істеу үшін және нұсқау беру үшін қажетті функциялардың ең аз жинағы бар аппараттарды қарастыру керек. Сондай-ақ бір ретті кофеге арналған стакандар, қасықтар, тағы басқа қажет болады. Кофе мәзірі. Үстелсіз шағын кофеханалардың мәзірі әдетте сіз ассортиментте әкелетін пирожный, шоколад немесе басқа да тәттілер болмаса, тек кофе қартасымен шектеледі. Кофе және оның негізіндегі сусындар маусымға байланысты. Кофе сату барлық түсімнің 80%-ын қамтамасыз етеді. Қалғандары ілеспе тауарлар, көбінесе әртүрлі десерттер болып табылады. Қызметкерлер. Бұл шағын кофехана болғандықтан, мұнда бизнес форматы үстелдерді, басқа да отыратын орындарды және жеке ас үйлерді қарастырмайды. Әдетте тек бір барист жұмыс істейді. Ол тапсырыстар қабылдайды, келушілерді есептейді және ингредиенттердің есебін жүргізеді. Бастапқы кезінде қызмет көрсету үшін 2 барист әр ауысымда бір-бірден болады. Тәуекелдер. Өзіңізбен бірге кофе бизнесінің табысты орналасқан жеріне байланысты. Бизнестің табыстылығы үшін үлкен тәуекел трафикті төмендету болып табылады. Мысалы, егер сіз орналасқан жер сауда орталығына орналасқан болса, онда құлдырау
болу қаупі жоғары. Демалыс маусымында жаз кофе бизнесі үшін өте ауыр кезең. Осы уақытта адамдар сауда орталықтары арқылы емес, табиғатқа, теңізге, шетелге шығуға, тағы басқа жерлерге шығуды қалайды. Косметика дүкені. Косметика әрқашан сұранысқа ие тауар. Бұл әйелдер бизнесінің ең ауқымды түрі. Сонымен косметика дүкенін қалай ашуға болады? Жыл сайын сұлулық студиясын дамып таралуда. Жаңа косметикалық өнімдерді пайда болуы, косметика және парфюмерия деген сұраныстың өсуіне ықпал етеді. Әлеуметтік сауалнамаға сәйкес, әйелдер өз табысының 15%-ын косметикаға ай сайын жұмсауға дайын екенін жасырмайды. Косметика дүкенін ашу үшін алдымен косметиканың қыр-сырына қанығып, екінші бөлшек саудамен айналысатын барлық кәсіпкерлер тап болатын барлық негізгі кезеңдерді шешу қажет. Атап айтқанда, бизнесті тіркеу, қолайлы жағдай табу, сауда алаңын рәсімдеу, жабдықтарды сатып алу, ассортиментті қалыптастыру және сатып алу, қызметкерлерді жалдау. Косметика және парфюмерия дүкендерінің негізгі форматтары келесідей: элиталық косметика және парфюмерия дүкені, кәсіби косметика дүкені, табиғи косметика дүкені, емдік косметика дүкені және Корей немесе шығыс косметика дүкені және тағы басқа. Ескере кететін жайт, кез келген косметика дүкенінде өнімнің әрбір партиясына толық құжаттары болуы тиіс. Бастапқы кезде қаражаты төмендегідей: арзан тауарлар 50%, орташа 30%, қымбат тауарлар 20% алған жөн. Тәуекелдер сатып алушыларды тарту үшін белгілі бір уақыт қажет болғандықтан, алғашқы бірнеше айда сіз шығындарға аздаған пайдамен жұмыс істеуге дайын болыңыз. Бендинг қызықты және салыстырмалы түрде жаңа бизнес түрі. Бендинг ұғымын қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, автоматтандырылған жүйелер арқылы тауарлар мен қызметтерді сату деген мағынаны білдіреді. Яғни тауарлар мен қызметтер адамның қатысусыз сатылады. Көбіне бендинг аппараттарының ыстық сусындар, тағы басқа сусындарды алып үйренгенбіз. Бендинг 1 литр судың өзіндік құны 4 есе азайтуға мүмкіндік береді. Сондықтан мұндай жүйенің көмегімен бағаны төмендетуге және сатып алушыларды тартуға болады. Бендингтердің ең танымал нұсқалары пластикалық шынаяқтар мен кофе сататын сауда автоматтары. Бүгінгі таңда аталған автоматтандардың түрі өте көп. Автоматтар Instagram аккаунттарыңыздағы жеке парақшаңызда салынған суреттерді шығарып береді. Автоматтар жылдам әрі дәмді пицца әзірлейді. Тіпті автоматтар көлігіңізді жайғастыруға жайлы тұрақты тауып беріп жатқан жоқ па? Бұл себепті бендинг автоматтандыру қандай түрлері бар екенін төменде баяндайтын боламыз. Бендинг автоматтарының қандай түрлері бар? Бендинг автоматтарын бірнеше негізгі категорияларға бөлуге болады. Ыстық сусындарды сататын автоматтар, яғни кофе, тағамдарды сататын автоматтар, шоколадтар, бутербродтар, чипсилар, сода коктейльдерін шығарады және квас сататын автоматтар, су сататын автоматтар, аквадинг, тамақ сататын автоматтар, дайын таңғы түскі кешкі ас, азық-түлік немесе тауарларды сату автоматтарды, ойыншықтар, парфюмерия, шаруашылық тауарлары. Бендингтің тиімділігі: қызметкерлерді жалдаудың қажеті жоқ, бизнесті өз бетіңізше жүргізе болады. Бендинг бизнес үлкен еңбек шығындарын талап етпейді. Аппараттарға қызмет көрсету үшін аптасына бірнеше сағат бөлу жеткілікті. Салымдардың аз болуы, жоғары рентабелділік, жылдам өтімділік, шығындардың төмен деңгейі. Автомат тәулік бойы жұмыс істейді. Су сату автоматы 1 шаршы метрден артық емес, яғни жалға алуға арзан, бизнесті қарапайым ұйымдастыру және тағы басқа. Жалпы бендинг автоматтарын орнатып, кәсіп ашудың кемшіліктері: кәсіптің таза пайдаға шығу мерзімі ұзақтау. Автоматтандарды көптен орнатқаннан кейін ғана үлкен пайдаға қол жеткізуге болады. Техникалық қызмет көрсетуді және мерзімді жөндеуді қажет етеді. Бәсекелестік көп. Ендігі біздегі кейтеринг. Жалпы қоғамдық тамақтануға негізделген бизнес түрлері форматтарында болуы мүмкін. Соның бірі кейтеринг болып табылады. Кейінгі жылдары қызмет көрсету саласында кейтеринг сөзі жиі қолданылып, халық жиі тұтынатын адамдардың қажеттілігіне өтейтін сала ретінде дамып келеді.
Кейтеринг кез келген уақытта тапсырыс берушінің қалауы бойынша ұйымдастырылып, мейрамхананың қызметіне ие болатын қызмет. Оның басты артықшылығы ұтқырлық пен түрлі сценарийлер. Сонымен кейтеринг қандай қызмет, онымен кімдер айналысады? Қазақстанда кейтерингтің қандай түрлері дамып жатыр? Біріншіден, кейтерингтің екі түрлі форматтарын көре аламыз. Біріншісі оқиға, мерекелерді дайындау, тұсаукесерлену тойлары, пикниктер, барбекюлер, дипломдық шаралар, семинарлар мен тренингтер. Екінші, корпоративтік, яғни кеңселерге түскі беру, кәсіпорындарда азық-түлік орындарын ұйымдастыру. Қонақ асы, тәңір асы. Қонақ ырзығымен келер дейтін қонақжай мейманшыл қазақ халқы қонақ күтуге өзгеше мән берілген. Қазақ халқының салт дәстүріне сай, әр отбасы үйіне келген қонағын қуанышпен, құрметпен қарсы алып, дастарханын жайып, барын алдына тосқан. Халқымыздың осы қонақ күту әдебі салт жораларды атаған балаға жалғасып, бүгінгі күнге дейін жетті. Дегенмен де заманның ағымына қарай қыз-келіншектеріміз, аналарымыз еңбекке араласқалы бері қазақ отбасыларында қонақ күту мәселесі уақыттың тығыздығына байланысты екінші орынға сырғыды. Осыған орай жұмыс бастылықтан уақыты болмай, не болмаса күтпеген жерден үйіне қонақ келген немесе мейманның дәмді тағамдармен таңғалдырғысы келетіндер үшін қызмет көрсетудің жаңа саласы кейтеринг қызметі көмекке келеді. Жалпы кейтеринг термині ағылшын тілінен аударғанда азық-түлік тағамды жеткізу деген сөз. Яғни қоғамдық тамақтануды ұйымдастыратын қызмет көрсетудің бір саласы. Жалпы кейтеринг Европа елдерінде, ақш-та кең дамыған. Дегенмен де кейінгі жылдары елімізде қоғамдық тамақтанудың бұл бағытта қарқын алып келеді. Соңғы уақытта еліміздің Алматы, Астана сияқты ірі қалаларында кейтерингпен айналысатын компаниялар қызметке жүгінетіндер қатары көбейген. Дегенмен де осы қызмет түрін ұстанатын компаниялар көбіне банкеттер мен тойларға арнайы фуршет дайындаумен, не болмаса пицца, суши сияқты жеңіл тағам түрлерін жеткізумен ғана шектеліп жүр. Ал қазақ отбасының салт дәстүріне, қонақ күту әдебіне сай қызмет ететін компания нарықта бірен-саран десек те болады. Демек, сіз қазақша кейтерингті қолға алып дамытсаңыз болады. Ендігісі біздегі қыз жасауы, құрақ тігу. Құрақ түрлі матаның қиындысынан құралған көрпе емес, ананың қызына деген тілеуінің жиынтығы. Ана бойжеткен қызының орын тапқанын, барған жерде бағы ашылып, басы құралғанын, бай қуатты, үбірлі-шүбірлі болғанын, тіл көзден аман жүргенін тілейді. Әйелдер үшін таптырмас бизнес болғанымен, сабырлық пен қол еңбегін талап ететін бұл кәсіптің өзіндік артықшылықтары көп. Атап айтар болсақ, тұрмысқа шығатын қыздар саны артпаса еш кеммейді. Осы ретте әдетсіз қыз болмайтынын ескере отыра, әр ата-ана тұрмысқа шыққан қызының артынан қыз жасауын, ең маңыздысы көрпе төсегін міндетті түрде апарады. Дәл сол көрпесі мен төсегінің құрақтан тігіліп ерекше әрі әдемі болуын қалайтын аналар өте көп. Қыз жасауына қажет еді деп құрақ көрпесі десеңіз, базардан таптайын дүниені тез табасыз. Қолдан тіктіремін деушілер де әлеуметтік желілерден тапсырып алатындарды табуы оңай. Құрақ көрпе қыз жасауы деп жазсаңыз болғаны, алайда бүгінгі қыз жасауының қазақтың бұрынғы қол өнер, төл өнерінің болмысын өзін сезіне алмайтынымыз анық. Көздің жауын алатын керемет ойымен өрнектелген көрпешелерден қол өнердің ай шашы, тұмарша, ботагөз, сегіз жапырақ, тырна атты құрақ түрлерінің ізі өшіп бара жатқандай. Егер сіз құрақ тігумен айналысқыңыз келсе, ең басты артықшылығыңыз ойлап табу. Яғни сіз тіккен құрақтарға сұраныстың арту үшін құрақ тігудің фишкаңызды ойлап табыңыз. Пиццерия. Пицца бүкіл әлемдегі ең сүйікті тағамдардың бірі болып табылады. Нарыққа шолу, қоғамдық тамақтану ішіндегі пиццерия ашу бүгінде ең танымал бизнестің бірі екені құпия емес. Өмір ырғағы, уақыттың шектеулі осының бәрі адамдардың үйде тағам дайындағысы келмейтінін көрсетеді. Уақыт аз болғанда мейрамханаға бару, пиццаны үйге тапсырыс беру оңайырақ шешім болып табылады. Жыл сайын қоғамдық тамақтану нарығы 25% ғана өсіп келеді. Кафе, пиццерия арасында айқын нақты көшбасшылар жоқтың қасы. Сондықтан жаңа кәсіпкерлер үшін пиццерия бизнесін ашуға үрейленудің қажеті жоқ. Пиццерия форматтары.
Пицца бар. Пиццадан басқа ас мәзірі басқа тағамдардың аз ассортиментін қамтиды. Картоп фри, шұжық, десерттер, сусындар. Дөңгелектерді пиццерия немесе қозғалатын фургон, мобильді және қарапайым бизнес. Фудкорт пиццерия жарнамаға көп күш пен ақша жұмсағысы келмейтін адамдар үшін қолайлы нұсқа. Киоск пиццериясы мұндай форматта ірі гипермаркетте немесе сауда орталығына орналастыруға болады. Пицца жеткізу қызметі ең көп таралған нұсқалардың бірі. Классикалық кафе-пиццерия бұл классикалы жалпы нұсқа 20-30 үстелмен мәзірі бар шағын мекеме. Тек пицца түрлерін ғана емес, басқа да позицияларды қамтиды. Пиццерия ашу тиімділігі, бизнестің жоғары рентабелділігі, салымдардың тез өтелімділігі, қызметкерге қажеттілік болуы, сала үшін салымдардың салыстырмалы аз сомасы, болашақ фастфуд форматы, қарапайым өндіріс технологиясы, монофрукт толық мәзір бар мейрамханаға қарағанда тиімді. Ескере кететін жайт, кез келген кәсіп ашарда бастапқы айларда бір дегеннен табысқа іліну мүмкін емес. Сондықтан тек шыдамдылық пен кәсібіңізге деген адалдық және нағыз еңбекке құштар ғана жан аздаған уақыттың ішінде табысқа іліне алады. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.